Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін осында керемет дәмді болып шығатын, ауызда еритін керемет торттың, яғни балды торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар және видеоны қарамас бұрын маған тіркеліп қойыңыздар. Бізге керегі достар ұн, жұмыртқа, сары май, ас содасы, қан және мед керек болады қамырына. Және де кремне біз сгущенка мен сары майды араластыратын боламыз. Ең бірінші біз екі жұмыртқаға қантымызды қосып, әбден венчикпен араластырып аламыз. Араластырып болған соң, бұны бір шетке қойып қойыңыздар. Мед және де сары майымызды отқа қоятын ыдысты алып, қазір отқа қоятын боламыз. Мен мынандай ыдыс алдым, отқа қоятын, және де сары майымды осыған салып, балымды осыған қосып, және де қызып тұрған плитаға қоямын. Және де әбден ерігенше осыларды мен плитада ұстайтын боламын. Және еріп болғаннан кейін барып, мен бұған ас содасын қосатын боламын. Міне достар, мен карамельный цветқа шейін осылай ертіп алдым және пищевой содамды қостым. Енді жаңағы неме қосатын боламын. Жұмыртқа мен қантыма осыны қосатын боламын. Карамельный цветқа шейін осылай енді әбден осыны араластырамыз. Осыны цвет болады сіздерде, әдем болып шығады осылай. Ары қарай мынандай ұн қосып, қамыр илейтін боламыз. Міне достар, менде осындай қамыр шықты. Осылай болып шығады, сіздер жұмсақ қылып илейсіздер. Және де мен бұны қазір 6 бөлікке бөліп, пергамент қағазына жайып шығатын боламын. Алты бөлікке бөліп алдым. Және де осылай дөңгелетіп аламын әрқайсысын. Және де мынандай пергамент қағазын алып, үстіне осыны біреуін алып, қазір жайып шығамын. Кішкене ұн сеуіп жіберіңіздер, жабысып қалмас үшін. Егер сіздердің пергамент қағаздарыңыздың сапасы жақсы болса, ол сізде вообще жабыспай піседі. Осылай жайып шығасыздар, достар. Міне формасы маңызды емес, сосын біз былай дөңгелекті қойып, түзулеп аламыз формасын.
және де жабысып жатса, осылай ұнды көбірек сеуіп, осылай жайып шығыңыздар. Енді бұны 170 градусқа бір қызарғанша пісіріп шығатын боламыз. Қалғандарын бәрін осылай пергамент қағазына жайып шығасыздар. Міне, достар, осылай болып піседі. Міне, әбден осы решеткада суытып алыңыздар. Суып болған соң, міне, пергамент қағаздан босататын боламын. Міне, оңай алынады. Достар, қараңыздар. Міне, осылай оңай босатып аласыздар. Енді қазір басқа қуыршақтарымызды да осылай жинайтын боламыз. Енді біз жаңағы формалар әдемі болу үшін, біркелкі болу үшін мынандай нені аламын. Менде 24 сантиметрлік диаметрі 24 сантиметр. Осылай пышақпен кесіп шығамын. Жан-жақтарын алып тастаймын. Жан-жақтарын біз қазір әсемдеуге қолданатын боламыз. Міне, достар, бір келікіға осылай әдем болып шығады. Осылай бүкіл кожады осылай кесіп шығасыздар. Міне, достар, осылай үгітіп шығасыздар. Жаңа біз торттың жандарына қазір әсемдейтін боламыз осы ұнтақтармен. Майымды қазір шайқап аламыз, осын біртіндеп отырып, немді қосатын боламын. Сгущенкамды қосамын. Міне, мен кремді шайқап алдым әбден. Енді қазір бәрін бұлай жинап. Міне, осында бізде крем шықты. Өте дәмді болып шығады осында крем. Міне, қою әдем болып шығады. Қазір енді мен торттарымды осы креммен жинайтын боламын. Міне, мен тортымды жинап болдым, достар. Енді қазір жаз мезгілі болғандықтан мен жеміс жидектермен осындай әсемдейтін боламын. Міне, достар, біздің тортымыз дайын болды. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Және менің рецептім ұнаған болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және жаңа да рецепттерін өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар, достар. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім.